Мен Алматы облысы Панфил ауданы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Сәрсенбаева Жәмила Тоқтасынқызы. Сауат ашу пәні 1-ші сынып. Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабағымызды бастайық. Сабағымыздың оқу мақсаты Ф дыбысы бар сөздерді буындап оқу, жазу, мәтіннің мазмұнын болжау. Ал енді сабағымызды жұмбақ шешіп бастайық. Қыста дем алып, жазда тынбайды, көкке атылып, жерге құлайды. Бұл не балалар? Жарайсыңдар. Фонтан екен. Келесі жұмбақ. Бір құлағы сөйлесе, бір құлағы тыңдайды. Білсең айтшы ендеше, жұрт не дейді мұндайды? Телефон. Жарайсыңдар. Өте ақылды екенсіңдер. Ал енді балалар, телефон, фонтан деген сөзге бізге таныс емес дыбысты естіп тұрмыз ба? Иә, бұл Ф дыбысы. Ф дауыссыз дыбыс екен. Фонтан, Тамирис, Ф дыбысы тек басқа тілден енген сөздерде ғана кездесетінін білесің бе? Басқа тілден енген сөздерде ғана ма? Иә, мысалы, ферма, фонарь, форма, физика, формула, фигура, факультет, профессор. Мен білмедім. Сонда кофе, туфли, футбол да басқа тілден енген сөздерге жата ма? Дұрыс айтасың. Ф қандай дыбыс екенін білесің бе? Ол дауыссыз қатаң дыбыс. Ф дыбысының сыңары ян В дыбысы. Бұл дыбыстардың жасалу жолы бір-біріне ұқсас. Ал енді балалар, келесі тапсырмаларды орындайық. Тізбектеп оқу әдісі арқылы оқулықта берілген сөздерді буындап оқимыз. Кофе, кафе, ферма, фирма, фото, факс, телефон, телеграф, футбол, Африка. Жарайсыңдар балалар. Сендер де дұрыстап буынға бөліп оқыды деп ойлаймын. Ал енді балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Жедел жауап деп аталады екен. Осы жедел жауап әдісі арқылы сұраққа жауап береміз. Футбол, кино, ертегі, бірі қызық бірінен. Қуат ұзақ елтеді, айнымай сол күйінен. Балалар, міне қуатқа қарайықшы. Қуат не істейді екен? Қуат, кино, футбол, ертегі көріп, ұзақ уақыт отырады екен. Қуаттың қылығы дұрыс па балалар? Иә, қуаттың қылығы дұрыс емес. Қуаттан үлгі алмаймыз. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Мәтінді ары қарай жалғастыр. Бірде Қожанасыр келе жатып, жолдан ұялы телефон тауып алды. Балалар, Қожанасыр ұялы телефонды не істеуі мүмкін? Сендер қалай ойлайсыңдар? Егер сендер ұялы телефон тауып алсаңдар, не істер едіңдер? Жарайсыңдар балалар. Егер біз жолдан ұялы телефон тауып алсақ, оны есіне қайтаруымыз керек. Балалар, Алдаркөсе, Қожанасыр, бұлар ұлттық кейіпкерлер. Аңызда ақылды, әрі тапқыр, әділ, аңғал кейіпкерлер ретінде танылған. Ал енді балалар, дәптерімізді ашып, Ф дыбысын әдемілеп жазайық. Әріпін жазып үйренейік. Үлкен жолдың ортасынан сәл жоғары қаламыңды қой. Оңнан солға қарай жартылай доға сызықты жазу жолының үстіңгі сызығына тигізіп, жоғары көтереміз де дөңгелекті жауып, сәл жоғары тік сызық шығарамыз. Сол сызықты бастыра, тік төмен жазу жолының астыңғы сызығына тигізе,
солға қарай ілгек жасаймыз. Енді бастапқы нүктеден солдан оңға қарай жартылай доға жүргізіп, жазу жолының үстіңгі сызығына тигізе, сәл жоғары көтеріп, дөңгелекті жабамыз. Ф әрпінің Ш әрпі. Жазу жолының үстіңгі сызығынан сәл төмен қаламыңды қой. Оңнан солға қарай жартылай доға сызықты жазу жолының үстіңгі сызығына тигізе төмен тартамыз да, астыңғы сызыққа тигізе жоғары көтеріп, дөңгелекті жабамыз. Сол сызықты сәл жоғары тік көтеріп, сызық сызамыз. Ол сызықты бастыра, тік төмен үлкен жолдың ортасына жеткіземіз. Енді бастапқы нүктеден солдан оңға қарай жартылай доға жүргізіп, жазу жолының үстіңгі және астыңғы сызықтарына тигізе, дөңгелетіп, доға сызықты жабамыз. Ф әрпін жазып үйренейік. Жарайсыңдар балалар. П әрпінің элементін дұрыстап жазды деп ойлаймын. Ал енді балалар, сабағымызды қорытындылап кетейік. Ойлан тапсырмасы арқылы суреттегі сөздердің атауын айтамыз. Телефон, фигура, кофе, футбол, фен, фотоаппарат. Ал енді сендер осы сөздерді буынға бөліп айтамыз. Жарайсыңдар балалар. Сөздерді дұрыстап буынға бөлдіңдер. Ал енді балалар, бүгін сонымен қандай дыбыспен таныстық? Бүгін біз Ф дыбысымен таныстық. Егерде Ф дыбысын дұрыстап буынға бөліп оқып, әдемі жазсақ, бағдаршамның жасыл түсін таңдаңдар. Ал егерде мен түсінемін, бірақ барлығы емес дегендерің сары түсін таңдаңдар. Мен тығырыққа тірелдім, ештеңке түсінбей қалдым дегендер бағдаршамның қызыл түсін таңдаңдар. Ал енді осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.